Сәлеметсіздер ма, құрметті көпшілік. Сіздерге ұсынып отқан мына бір кішкентай ғана кітаптың мұқабасы, авторы жазылмағандықтан әкемнің архивінің кітапханасын ақтарып отырып көзім түсті. Ішін ашсам, Тұрмаханбет Ізлеуов дейтін ақынның шағын ғана өлеңдер жинағы екен. Ашып өзімнің әкемнің 51 жыл бұрынғы жазған қолтаңбасы шықты. Неге бұл кішкентай кітапқа құмар болды екен деп бетін ашсам, алғашқы беттерінің бірінде ұстаз жайлы шәкірттерге, балаларға деп арнаған өлеңдері бар екен. Ауылда 40 жыл ұстаздық еткен әке осы кітапқа қолтаңбасын басқан себебі де осы болған болу керек. Содан сіздерге қысқа шумақтардан, өлеңдерден бірнеше өлең ұсынбақшымын. Соның бірі ұстаз ұсынысы деп аталады. Шәкірттер, бір-біріңмен ұрыспаңдар, мінездің мінін алып дұрыстаңдар, жолына жамандықтың жақын бармай, күтініп күн ілгері жылыстаңдар. Күшіктей күжірейіп бір-біріңмен ұстасып отбасында жұлыспаңдар. Себепсіз сотанақтық қылғандарды тезге сап қызыл тілмен қылыштаңдар. Жасыңнан оқып үлгі үйренде, ел билеп ұлғайған соң тыныстаңдар. Болайын жақсы жігіт дегендердің ұстаздың осы айтқанын шын ұстаңдар делген екен. 1900 жылы жазылған өлең екен. Мына шәкірттерге деген өлеңінің қысқасын ғана ұсынайын сіздерге. Балалар, бос болмасын сабақтарың, жарқырар жаттасаңдар қабақтарың, жастықта жатпай тұрмай жахат етіп, жыртықтың жаңартыңдар жамап бәрін. Аударып дариядан дөр кеннен гауһар, көңілдің толтырыңдар қанаптарын. Олжаға ортадағы қол ұсынбай, құр қою ұят болады шанақтарын. Өнерден өмір серік босқа қалған, біле алмас кімге қарай алғақтарын. Ерте кеш біз сендердің сейістерің, жазатын жондарыңның жалақтарын. Ұстазың үгіт айтып отыр осылай, кетсе де тарс айналып талақтарың. Міне осындай қысқа үзінді ғана келтірдім. Қазір енді қысқа шумақтар деген бөлімі бар екен, мақал мәтелдері де бар. Айта берсе көңілге қонымды заттары көп екен. Қысқа шумақтардың ішінде не қызық деген бар. Ұл мен қыздың қызығы тілі анық шыққанша, мергендіктің қызығы көзден аңың жыққанша, жүйрік аттың қызығы шомылып терге лыққанша, тәтті тамақ қызығы қарынға барып баққанша, татулықтың қызығы кеуденен жаның ыққанша, әр түрлі үгіт айтамын өтіп кеткен лұқпанша дейді. 1905 жыл жазылған екен. Не артық? Сипаты бірде адамның, ерден ердің ісі артық. Формасы келмес күмістен сұлулап соққан мыс артық. Жаңбырсыз болған жаз күннен шаруаға жайлы қыс артық. Тұғыры құтсыз сұңқардан тұрымтай атты құс артық. Өңіңде көрген кемдіктен ұйқыда көрген түс артық. Құрымы тамған қараши таз болса дағы тағамы, ықыласты болса адамы, ақ ордадан үш артық деген. Тәлім. Аға деген ініні жаным десе болады, ерін күткен қатынды ханым десе болады, қызғалдақтай ұл қызды сәнім десе болады, көктемгі төл дауысын әнім десе болады, шөлдеп ішкен сусынды балым десе болады, ойлы туған ерлерді ғалым десе болады. Осындай айтқан үгітті ел біткенге таратып мәлім десе болады. Жақсы мен жаман. Халық үшін туған хас жомарт, мың барсаңда пір көрер, кеудесі зор көңілі пәс, мың айтсаңда бір көрер. Малменен дос мәңгілер, қараңды көрсе бүркенер, туысы бірге болған соң молаға бәрін бір көмер деген екен. Міне осындай қысқа шумақтары да бар, дастандары да бар, рубаилары да бар.
Ілгеріде бір видеомда келтірген екенмін. Бір-екі шумақ, бір-екі жол мақалдарын тағы да сіздермен бөлісейін. Сол мақалдардың бірі мынандай. Айтар нақылы жоқтың табар ақылы жоқ. Білім арзан, білу қымбат. Ғылым іштегі нұр, өнер сыртқа салынған түр. Көзі жоқ құлағы саудың ақылы толады, құлағы жоқ көзі саудың ақылы солады. Даулы болып жақсыға барма, аурулы болып бақсыға барма. Сабыр күн сүрмейтін сая, асығыс аунатып кететін мая. Тон алсаң тозады, ат алсаң азады. Өлмейтін ол өлең бәрінен де озады. Міне осындай қысқа нұсқа мақалдарынан үзінді келтірдім. Арнама жазылып, пікір білдіріп, ойларыңызды айтып жүріңіздер.